атадан қалған асыл сөз. Абылайдың Бұхармен бақұлдасуы. Өзің көріп отырсың Бұхараға, маған енді еш нәрсенің керегі жоқ. Тек мынаны айтшы, осы менің Құдай алдында күнәм көп пе? Білем, ел жұрттың алдында, сенің алдыңда талай күнәм бар. Кешу етерсіңдер. Адамзатқа әрқашанда қуат беретін үміт деген ұлы күш бар. Ол ақылыңды қанаттандырып, қияға самғатады. Жігеріңді қамсыз қайрап, көк темірге салдыртады. Мен де бұл дүниеден көп нәрседен үміттенген едім. Бірақ жеткен жерім осы болды. Абылай ауыр күрсінді. Үмітсіз тек шайтан дейді ғой қазақ. Жоқ, ол бекер екен. Ең үмітсіз көктемі мен жазы өткен, терең тамырлары қайта жасармастай боп семген кәрілік екен. Ол тағы қинала күрсінді. Әрине, 72 жас кәрілік пе? Бірақ басымнан өткен қилы-қилы кезеңдерге көз жіберсем, 1000 жыл жасағандаймын. Жоқ, мазасыз ой, бітпес тартыстан тәнім емес, жаным қартайыпты. Ал жаныңның қартайғаны, шын кәріліктің келгені, алдағы үмітіңнің тегіс сөнгені. Үмітіңнің сөнгені, ол сенің өлгенің. Бұл аурудан жазылсам да, жаным шаршаған кәріліктен жазыла алмайтыным кәміл. Жазылудың да керегі жоқ секілді. Бірақ сөйтсе де өлгің келмейді екен. Әлі де жер басып, күн сүйіп жүре тұрсам дейсің. Бұхар жырау жауап беріп үлгерген жоқ. Абылай ақырғы рет ышқынып демін алды да, көзін мәңгілікке жұмды. Бұхар жырау ұзақ уақыт құлпытастай шошиып отырып қалды. Бір мезетте ұйқыдан оянғандай, алдында жатқан Абылайдың қан сөлсіз сұсты бетіне қарады. Ол енді ақырын күбірлеп сөйлеп кетті. Аза күнде қан жылап, қайғыдан қара бұлт тұрар, қурай кенет жас құрақ, аққайың сәтте морт сынар. Ажал сенде жан болса, тілімді удай салар ем, бетіңді етіп қан жоса, тоқтатар сөз табар ем. Жеңілді Бұхар сөз таппай, құм бітеді көмейін, кешір ханым, Абылай, қара тасқа не дейін. Білсең де өстіп өтерін, дүние саған болды тар, жалғыз тәубә етерім, артыңда қалған атың бар.